الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұсылман қауым, қадірлі жамағат, Алла Тағала дуа тілектерімізді қабыл етсін. Жасаған тағат құлшылықтарымыз бұл дүниеде Алла Тағала жалғасымды болуын, қияметте соның жемісін көруге Алла Тағала нәсіп етсін. Қандай да бір жасаған күнә қателіктеріміз болатын болса, жұмадан жұмаға жасалған осындай қателіктерімізді Алла Тағала кешірім етсін. Құрметті жамағат, бүгінгі жұма намазымыздың тақырыбы Құран және ғылым жайында болмақ. Әрине бұл тақырып өте ауқымды, өте кең, бірақ біз әрине тек қана бір белгілі бір бөлігін қозғаймыз. Бұның маңызы өкінішке орай кейбір адамдар қате тұжырым жасап, немесе мүмкін мұсылмандарға бір имандарына сызат түсіргісі келе ма, бейне бір дінмен айналысатын адам, немесе дінге мән беретін адам бейне бір артта қалып қоятын сияқты, немесе дін адамды артқа қарай итереді, дамуға алып бармайды деген сондай жансақ пікірлер таратуда. Өкінішке орай кейбір адамдар осы нәрсеге алданып жатыр. Бірақ ақылды адамға шынымен таразыға салып қараған кісіге ол діннің білімнен артта қалуда немесе ғылымға бір кедергі келтіруде ешқандай зияны жоқ екенін айқын түсінеді. Жалпы білімді болу, болмау, ғылымның даму, дамымау, ол адамның, халықтың санасына өздеріне байланысты. Бұл жердегі дін керісінше адамды білімге жетілдіру мүмкін. Немесе адам баласы дін болсын, басқа нәрсесі болсын, дұрыс түсінбейтін болса, немесе білімге көңіл бөлмейтін болса, сол кезде әрине ол білімде дамымайды. Сол үшін осы нәрсе жайында кішкене сөз өрбітіп көрейік. Аллах субханаху ва тағала Құран кәрімде айтады: Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ, иқра ва раббукал акрам, аллази аллама бил қалам, алламал инсана ма лам я'лам. Барлығымыз білетін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Хира үңгірінде Құранның түскен алғашқы 5 аяты. Сол 5 аяттың өзінде Аллаху субханаху ва тағала білімнің нендей маңызды екенін бізге айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Аллах субханаху ва тағала айтып жатыр: жаратқан Раббың атымен оқы дейді. Ол адамды үйған қаннан жаратты. Оқы, сенің Раббың аса даңқты, жоғары мәртебелі. Ол адам баласын қалам арқылы үйретті дейді. Адам баласына білмеген нәрсесін үйретті дейді. Демек, барлық шексіз білім иесі ол Алла Тағала. Бұл әлемді жаратқан ол, адамды жаратқан Алла Тағала. Сөйтіп, Алла субханаху ва тағала мына жерде бізге бір көз жүгіртетін нәрсеміз адамды қалам арқылы үйретті дейді. Қараңыз, қалам. Яғни адам баласына қаламмен жазу сипатын, қасиетін Алла Тағала бойына дарытты. Бұл сипат адамға ғана берілген нәрсе. Қандай да бір жануарлар, жаратылыстар басқа бір нәрсе жазып, бір-біріне қалдырып, адам сияқты деңгейде білім қалдырып жатыр, бір тарих жеткізіп жатыр деген нәрсе жоқ. Алла Тағала адам баласының бойына осындай нәрсе берді. Енді шынымен қарайтын болсақ, қандай білім болмасын, осы уақытқа қалай жетті? Біз қалай білеміз бұны? Барлығы қалам арқылы, жазу арқылы жеткен. Ол жаңа ертедегі математиканың мәселесі болсын, басқа бір дін мәселесі болсын, Құран, хадистер болсын, барлығы осы жазу арқылы жеткен, ғалымдардың еңбегімен жеткен ол нәрсе. Егер жазу қабілеті болмағанда, қалай адам баласы білімге жететін еді? Білімге жете алмайтын еді. Барлығы осы адамның қалам жазу арқылы жеткен нәрсе. Тіпті қазірдің өзінде адам баласы жазудан бәрібір бас тарта алмай жатыр. Бәрібір жаңа бір технология біз тапсақ та,
амал жоқ ішіне жазу деген нәрсені құрастырамыз, әріптерді ішіне енгіземіз. Міне бұл Алланың құдіреті. Адам баласын қалам арқылы үйретті дейді. Адам баласына білмеген нәрсесін үйретті дейді Алла Тағала. Демек, адам баласы білеміз, өзі туылған кезде еш нәрсе білмей туылады. Кейін уақыт өте келе ақырын үйреніп, үлкен білімге жетеді. Енді ең басына қарайтын болсақ, Аллаху субханаху ва тағала періштелерге былай деп айтады: «Ваиз қала раббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа». Алла Тағала періштелерге былай деп айтты: мен жер бетінде бір орынбасар, бір қамқоршы, жерді осы бүкіл нәрсені басқаратын біреуді жаратам деген кезде, сол кезде періште не деп айтты? «Қалу атажалу фиха май юсиду фиха ва юсфику дима». Сен жер бетінде бүлік жасап, қан төгетін біреуді жаратпақшысың ба дейді. Сөйтіп айтады періштелер. Ал біз болсақ саған сені дәріптейміз, саған бойұсынамыз дегенде екі еткізбейміз деген сияқты сөздер айтады. Сол кезде Алла Тағала «Инни а'ламу ма ла та'ламун», мен сіздер білмейтін нәрсені білемін дейді. Сөйтіп Алла субханаху ва тағала айтады: «Ва алламал адама асмаа куллаха». Адам баласына дейді, Адам алейхиссалам сол кезде атамызға бүкіл жер бетінде осы нәрселер атауларды, мекендердің болсын, заттардың болсын, атауларды үйретеді дейді. Атауларды үйретеді. Нан аты не, тіпті құрал-сайманға дейін, күнделікті қолданатын затқа дейін бүкіл заттарды атын үйретіп шығады дейді. Сөйтіп Аллаху субханаху ва тағала періштелерге айтады: ал періштелер осы нәрселердің атауларын маған айтыңдар дейді. Періштелер не істейді? Біз білмейміз дейді. Біз тек қана сен бізге не үйретсең, соны ғана білеміз, басқасын білмейміз. Сөйтіп Аллах субханаху ва тағала Адам алейхиссаламға айтады: ей Адам, ал айт, бұл нәрсенің атаулары қандай? Айтшы деген кезде, сол кезде Адам алейхиссалам бүкіл атауларды атап шығады екен. Яғни Алла Тағала не істеді? Адам баласының періштелерден артық екенін көрсетті. Білім арқылы. Сөйтіп Алла Тағала не деді періштелерге? Ал енді барлығын Адам алейхиссаламға, Адам атамызға бас иіндер деп бұйрық береді. Сол кезде барлығы бас иеді, бәріміз білеміз, тек қана кімнен басқа? Иблистен басқасы. Бірақ бұл жердегі мәселе не? Адам алейхиссалам, Адам атамыздың білімді болған себепті, білімі бар болған себепті Алла Тағала оны жоғары етіп қойды. «Уалақад каррамна бани Адам ва хамалнаху фил барри вал бахри» дейді. Біз Адам баласының ұрпағын аса қадірлі еттік. Оларда суда болсын, теңізде болсын, құрлықта болсын, жүруге, аралауға, жүруге біз оларға мүмкіндік бердік дейді Алла Тағала. Қараңыз. Адам баласының құрметі осы. Біліммен болады. Білім арқылы көтерді, періштелерден де жоғары. Тіпті ғалымдарымыз айтады: Алла субханаху ва тағала адамға қараңызшы дейді, ақыл берді, ой берді дейді. Басқа нәрсеге бермеген. Ең қымбат нәрсені ақыл. Мысалы қараңызшы, шынымен де бір енді қаншама адам қазір сыналып жатады, Алла Тағала көмектесін. Енді біз кей кезде ақыл есі жоқ адам көреміз да. Мысалы түрі адам, бірақ жүрген кезде, сөйлеген кезде қандай бұл үлкен қасірет деп қарайсың. Ана шипа берсін деп дуа етіп қоясың. Дұрыс па? Шынымен бұл Алла Тағаланың бізге берген ең үлкен бір нығметі ғой, ақыл деген. Бұл ғылымның дамуының себебі не болса? Ақыл ғой енді. Алла Тағала ақыл бермесе қайтып ғылым дамиды. Субханалла. Енді Алла Тағаланың ғалымдар ең үлкен берген нығметі бұл ақыл. Сондықтан да біздің дінімізде арақ, шарап сияқты басқа бір адамның есін адастыратын нәрселерді қабылдауға болмайды. Өйткені Алла Тағала саған ақыл берді. Сіз неге жындының, немесе ақылы жоқ адамның, немесе тіпті жануардың деңгейіне түсіп кетесіз? Алла Тағала сізге ақыл берді. Біреулерде жоқ ол ақыл. Сізге берді. Сондықтан да біздің ешқандай хақымыз жоқ. Оны не істеуге? Адастыруға, өзімізді зиян келтіруге болады. Бұл нығмет, шүкір ету керек. Жалпы сонымен не болып жатыр? Ғалымдар айтады: демек Алла Тағала адам баласына ақыл берді. Одан кейін керемет шебер қол берді дейді. Осы ақыл мен қол қосылған кезде адам баласы неше түрлі нәрселер ойлап табады, істейді дейді. Қараңызшы, адам баласы, Алла Тағала субхана тағала Құран кәрімде айтқандай: «Ва хулиқал инсану даифан» дейді. Адам баласы, адам өте әлсіз күйде жаратылды дейді.
әлсіз, көп нәрсеге күшіміз жетпейді. Мысалы біздің бұқамен шама келетін күш бар ма бізде негізінде, немесе арыстанмен бар ма ондай күш? Немесе құс сияқты біз ұша аламыз ба? Негізінде жоқ. Бірақ сол қол, сол ақылымыз бүкіл дүниені бағындыратындай бізге мүмкіндік беріп қойды Алла Тағала. Бүкіл нәрсені бағындырып қойдық. Сол ақылым және шебер қолым. Тіпті мүйізі бар хайуандардың өзіне біз билік жүргіземіз. Тіпті қазір ұшақтар жасап, құс сияқты ұшамыз. Мысалы, барлығы осы Алланың берген бізге нығметі. Тіпті мен білеміз, хадистері пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы білім жайында көп айтады. Білімнің қадір қасиеті бізде өте дінімізде жоғары екені ол мәлім. Сол бір хадис пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Иза мата ибну адам инқата анху амалуху илля мин салас." Адам баласы қайтыс болған кезінде оның барлық амалдары тоқтап қалады. Тек қана үш нәрсесі мәңгі бақи өзімен қалмақ. Ол садақа жария, мәңгі үзілмейтін садақа, мысалы мектеп салу, жол салу, көпір салу, мешіт медресе салу деген сияқты. Ау илмун юнтафу бих, немесе басқасына пайдалы болатын, игілігіне жарайтын бір білім қалдыру дейді. Ау валадун солих ядулах, немесе өзіне дұға ететін, Алладан тілек тілейтін кім? Бір ізгі бала дейді. Осы үш нәрсе адам баласының соңына дейін, яғни мәңгі үзілмейтін, былай айтқан кезде сауабы болмақ. Бірінші садақа жария, мәңгі үзілмейтін садақа. Одан кейін білім, адамдар пайдаланатын және ізгі бір бала дейді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге демек мына жерде не деп отыр? Бір білім қалдыр деген сөз ғой. Қайтыс болған кезде, қабірдің ішіне жатқан кезінде сауап келіп тұратындай. Бір нәрсе жасау. Оның ішінде не бар? Білім деп тұр. Сонда қалай пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 7-ші ғасырда бізге білім қалдыр деп жатқан кезде қалайша біреулер дін білімге қарсы деп айтады. Субханалла. Енді шынымен де қарайтын болсақ, біз енді осы дүниеде қанша бір 70-80, әрі кетсе мүмкін біреулер 100 жылға дейін жетер. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы айтты ғой, үмметінің жасы 60 пен 70-тің арасында деген сияқты. Көп мұсылмандар осы 60 пен 70-тің арасында деп айтқан өмірлер. Біреулер ұзақ болуы мүмкін, қысқа болуы мүмкін, жалпы айтқанда 60 пен 70-тің арасында. Енді біз бұл өмірде жағдайымыз жақсы болсын деп көп еңбек қыламыз, көп әрекет қыламыз, бір табысымыз болсын ай сайын келетін деген сияқты жұмыстан бөлек. Ал бірақ бұл өмір 70-80, жақсы 100 жыл өмір сүрейік. Ал бірақ ертең біз қайтыс болған кезімізде ғасырлар бойы жатамыз мүмкін. Алла біледі, қияметке дейін қанша уақыт бар. Ғасырлар бойы жатамыз. Сол ғасырлар бойы біз жатқан кезімізде амалымыз тоқтап қалады. Тек қана өзіміздің жалғасатын мәселеміз осындай садақатул жария, қандай да бір егер үзілмейтін садақамыз болса, білім болса, немесе бір ұрпақтарымыз болса бізге еске алатын, Құран бағыштайтын, атымыздан садақа беретін деген сияқты. Мына жерде бір маңызды білім. Қаншама қазір ғалымдар жатыр. Мысалы, имам Азам Абу Ханифаны ғана алайық, немесе Ибн Сина, медицина ғылымның атасының бірі енді. 5-6 ғасыр бойы кітабы қолданыста болды. Әлі күнге дейін жалпы енді оның бір тапқан негіздері бар ғой, бәрібір соған сүйенеді ойында. Енді қараңыз, бұлардың өмір сүрген жасына қарағаннан, бұлардың қайтыс болған уақыттары қазір көп болып жатыр да. Бірақ сол уақыт бойы садақалар келіп жатыр, сауаптары келіп жатыр. Не деген керемет емес пе? Күніге аттары аталып жатыр. Ол тірі кезінде олай атты аталмаған шығар ол кісіні. Қазірге санайтын болсақ. Сондықтан да міне біз ертең қайтыс болған кезімізде сол нәрсені ойлау керек, ертең қалай болады. Мұқағали Мақатаев та білеміз, ол кісі ақын, қазақтың. Сол кісінде жақсы сөздері бар дін жайында. Дін ғылымның анасы, дін ғылымның әкесі, ғылым діннің баласы, дін ғылымның көкесі. Ғылым да бар, дін де бар, қоқыс та бар, гүл де бар. Қол ұстасып Құдайға, ғылым мен дін бірге бар. Ғылым мен дін бірге бар деп айтқан. Міне, енді қараңызшы, бұл Мұқағали Мақатаев бабамыз міне сөйтіп айтып отыр. Одан кейін ғылым деген сөзге қарайтын болсақ, білім, ғылым, ілім. Барлығы осы Құранымызда болсын, хадистерде болсын, айлім деп келетін сөздерден шығады. Айлім, арабша айлім, біз білім дейміз, ғылым дейміз, ілім дейміз. Барлығы түбірі осы ата-бабаларымыз осы дін мен дәстүрді ұштасып бізге келген сөздер.
Біз мектепте кітап, қалам, дәптер барлығы осы дін арқылы келген нәрсе емес пе барлығы бізге? Мектеп өзінде деген, мектеп деген жазатын жер деген сөз. Мазмұны айтып бер дейміз балаларға. Мазмұн айтып берші. Мазмұн деген ол да бізге дін арқылы келген сөздердің бірі ол. Демек қараңызшы, біз білім алуымыз өзі осы дінмен байланысты болып жатыр да, мектептен бастап. Сонда қалайша ғылым, дін ғылымға кедергі болады. Ғылым деген сөздің өзі бізге дін арқылы келсе. Субханалла. Бәрі илм. Енді әрине біздің дінімізде Құранда қарайтын болсақ, Алла Тағала бізге осы жаратылысқа қарап ойлан, салыстыр, бір тұжырымға бар, ой жүгіртетін өте көп аяттар бар. Солардың бірі Али Имран сүресінің 190 аятында, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аяти ли улил альбаб. Аспан мен жердің жаратылыстарында, күн мен түннің ауысуында ақылды адамдар үшін өте үлкен белгілер бар. Сөйтіп жалғасында аллазина yazkuruna Аллаха қияма ва қууда ва аля джунубихим деп келеді. Олар Алла Тағаланы тұрып та, отырып та, жатып та Алланы еске алады дейді. Демек қараңызшы, Алла Тағала бізге не деп отыр? Аспан мен жерге қара дейді. Түн мен күннің ауысына қара. Бүкіл жаратылыста қарап ой жүгіріп шық. Алла Тағала қандай құдіретті. Яғни бұл жерде бізге зерттеуге, білімге де бұл жерде бізге не болып жатыр? Бір адамды итеретін күш бар сияқты да. Қара деп тұр. Жер салып қараған кезде, шынымен мынау жаратылыстар қандай мықты деп таңғаламыз. Жүр, қара деп жатыр. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түнде оянып, риуаяттарда келеді, аспанға қарап осы аяттарды оқитын екен. Сөйтіп тұрып, дәрет алып, 11 ракат намазын оқып, сондай, яғни демек тахаджудқа тұрған кезде Алла саллаллаху алейхи вассалам кей кезде тіпті келеді, тіпті ояна салып, сөйтіп осы аяттарды оқитын. Инна фи халқис самауати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахари ла аяти ли улил альбаб деп Али Имран сүресін оқиды. Алланы тұрып та, отырып та зікір ететін адамдарға жер мен аспанның жаратылысына көптеген үлгілер бар дейді. Көптеген ғибраттар бар. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір рет осы аятты оқып, жылап, осы аятты оқып, ойланбаған адамға өкініш болсын деп айтқан екен. Оқып, ойланбаған адамға өкініш болсын деп айтқан. Яғни, былай айтқан кезде Алланың құдіреті жайында жалпы осы білім іздеуге біздің осы дініміз адамды итеріп тұр. Анкабут сүресінің 20 аятында Алла субханала тағала бізге бүйтіп айтып жатыр. Қул сиру фил ард фанзуру кайфа бадал халқ. Оларға айт, жер бетінде жүрсін, көрсін, жаратылыс қалай басталғанын көрсін олар. Суммаллаху юншу нашатал ахира. Кейін Алла Тағала сіздерді тағы да бір жаратады. Инналлаху аля кулли шайин қадир. Алла Тағаланың бүкіл нәрсеге шамасы жетеді дейді. Яғни жер бетінде жүріңдер, жаратылысқа қараңдар, хайуандарға қараңдар, жер мекендерге қараңдар, бұрынғылардың өмірлеріне қараңдар. Яғни былай айтқан кезде тарих болсын, мына жерде бүкіл сол кезде халықтарға болсын, қараңдар деп жатыр. Жаратылысқа болсын, қараңдар, іздеңдер, зерттеңдер. Қалайша бұрын жаратылыс пайда болды. Сөйтіп Алла Тағала сіздерді қайтадан жаратады. Шынымен де бұл өмірде былай айтатын болсақ, барлығы қайталанады. Мысалы, жаз келеді, күз келеді, қыс келеді, қыста бүкіл табиғат өледі, көктемде тіріледі. Сөйтіп не деп жатыр? Алла Тағала тура солай сіздерді қайтып тірілтеді дейді. Дұрыс қой, енді сол шөп, сол ағаш қыста болды, жапырақтар түседі, жоқ болып кетеді. Көктемде қайтадан барлығы ойнады. Не? Қайта тірілуде тұр осында, яғни Алла Тағала бізге ақылмен жүгіртіңдер, қараңдар деп жатыр. Демек, біздің дініміз адам зерттеуге, қарауға шақырып жатыр. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Алла Тағала бізге Құранда айтады ғой, осы пайғамбардың өзі ол бізге өте үлкен нығмет, мейірім. Алла Тағала сол арқылы да бізге қаншама жақсылықтар жасады. Тек қана осы пайғамбар арқылы саллаллаху алейхи вассалам. Сол пайғамбарымыз 7-ші ғасырда әлі адамдар микроб деген нәрсені білмеген кезде бір сөзінде ол кісіге былай деп жатқызылады: баракатат таам ал-вуду қабла уал-вуду баъда. Тамақтың берекесі дейді. Тамақтың алдына қол жуу және тамақтан кейін қол жуу деп айтқан. Қараңыздар. Тамақтан алдын, тамақтан кейін қол жуу деп айтты. Енді шынымен де қазір енді бұны бүкіл медицина саласында болсын, жалпы қазір
ақылы бар адам барлық қолдайды. Жуу керек, микробтар бар, ауырып кетесің. Оның барлығы қазір бізге белгілі нәрсе болып кетті. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол кезде үйреткен кәдімгі қолды жуыңдар, ұмытпаңдар дейді. Тамақтан алдын да, кейін де ұмытпаңдар дейді. Тіпті Алла саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты: "Изаннама ахадукум ва фи ядихи риху гамар, фалам яксил ядаху, фасабу шей, фала ялуманна илля нафса." Кімде-кім сіздерде ұйықтап, және қолында бір майдың бір иісі қалса, майдың бір әсері қалатын болса, мысалы ет жеген болса деген сияқты, сөйтіп қолын жумай ұйықтап қалатын болса, одан кейін оған бір нәрсе тиюі мүмкін. Яғни бір жәндік келіп шағып кетуі мүмкін. Сондай жағдай орын алатын болса, онда өзінен басқасына ешкімге наразы болмасын. Дұрыс қой енді. Қол жумай ұйықтадың. Ұйықтаған кезде бір жәндік келіп шағып кетуі мүмкін. Соны 7-ші ғасырда бізге үйретеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, егер сондай жағдай болатын болса, онда өзіне басқасын ешкімге наразы болмасын дейді. Тек қана өзіне сөгіс айтсын. Аллах субханаху ва тағала Құран кәрімде айтқандай: "Харисун алейкум", ол пайғамбар сіздерге жанашыр дейді. Сіздерді ойлайды. "Бил муъминина рауфур рахима", мұсылмандарға өте мейірімді. Алла саллаллаху алейхи вассалам негізі бізге шариғат жеткізу үшін келді. Намаз қалай оқылады, ораза қалай ұсталады, тура жол деген не, қиямет деген не, тозақ деген не, пейіш деген не, әке-шешемен жақсы араласу, сол нәрсе үшін бізге келді негізінде. Гигиена түсіндіру үшін негізі келмеген. Бірақ соған қарамастан Алла Тағала бізге мейірім қалап, осындай ұсақ түйек нәрселердің өзін бізге айтып кеткен. Міне, сіздерге пайдалы болу үшін, ауырмауларың үшін қолдарыңды жуыңдар, тамақтан алдында, кейін де. Субханалла. Қандай бізге үлкен нығмет беріп жатыр. Тура солай пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам осы гигиена мәселесін, тіс тазалау, әрдайым месуакты тастамайтын, тісін тазалайтын, үйге кірген кезде болсын, жанұясымен біреумен кездескен кезде болсын. Тіпті білеміз, егер деген сияқты хадистер келеді. Егер менің үмметіме бір қиын болмағанда, машақат болмағанда, әрбір сол намаз оқу кезінде, дәрет алу кезінде бұларға месуакты бұйыратын едім, әрдайым қолданыңдар. Яғни ол месуак деген мәселе енді жалпы тіс тазалау қазіргі уақытта. Әрине ең жақсы осы таяқшамен, бірақ болмаса осы кәдімгі щеткамен тазалай береміз, ешқандай мәселе жоқ. Бірақ қараңызшы, тіс мәселесіне қаншалықты мән берген. Бұл енді былай айтқан кезде қазір адам баласы түсінеді, тіс дәрігеріне барған кезде қанша қаражатымыз кететін кезде дұрыс байқамаған соң. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы гигиена бізге үйретіп кеткен. Тіпті Алла саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болған кезінде соңғы жасаған әрекеттің бірі осы тіс тазалау болмады ма? Айша анамыз айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болған деп отқан кезде, сол Айша анамыздың бауыры кіреді, оның жаңағы өзінде месуак таяқшасы, тіс таяқшасы болады. Алла саллаллаху алейхи вассалам соған көзі түседі дейді. Сөйтіп Айша анамыз, мен түсініп қоямын дейді, сол таяқшаны алып жібітіп, оған тазалауға көмектесем дейді. Сөйтіп біраз уақыттан кейін, иншалла Раббымызда жолығамыз деп, ол кісі қайтыс болып кетеді дейді. Қараңыз. Соңғы әрекеттің өзі не болды? Тіс тазалау болды. Яғни сол 7-ші ғасырда сондай нәрсеге қатты мән берген. Біз қазіргі уақытта бәрін айтады, тістің сондай микробтары бар, жаңа жиналады, ауыз қуысын тазалап тұру керек деп айтамыз. Сонда осындай адамда біз қалайша ол адамның дінін ұстайтын болсақ, ол бізге жеткізген дінін ұстайтын болсақ, біз ғылымнан артта қаламыз деп қалай біз айта аламыз? Керісінше Құранның өзі, сүннеттің өзі бізге ойланыңдар, зерттеңдер, білім алыңдар деп айтып жатыр. Және Алла субханаху ва тағала мысалы кейбір мәселе тоқтайтын болсақ, мысалы темір деген, енді бәрімізде қазір белгілі бар, темірден көп нәрсе жасалады ғой. Сол темір жайында тіпті темір деген сүре бар ғой. Құран кәрімде Алла субханаху ва тағала айтады: "Ва анзалнал хадида фихи баъсун шадид ва манафиу линнас". Біз темірді түсірдік, онда адам баласына зор күш-қуат пен пайда бар дейді. Енді бұл хадис сүресінің 25-ші аятында айтылған. Бұл жерде қызық мәлімет, Алла Тағала темірді түсірдік деп айтып жатыр. Яғни бейне бір темір жерде емес, түсірдік бір жоғарыдан, басқа бір жерден темірді жер бетіне түсірдік дегенде айтып жатыр. Сонда қазір ғылым дәлелдеп жатыр, бұл темір деген нәрсе жерде пайда болу мүмкін емес дейді. Ол басқа жақтан келді. Тіпті бір жұлдыздан температурасы көтерілгеннен кейін, енді оны ғылым иелері біледі, солай жаңағы жарылып жерге түсетінін айтады. Яғни жер бетінде пайда болу мүмкін емес дейді темір. Субханалла. Яғни ол Құран кәрімде де осындай хадид сүресінде айтылған. Тағы да Құран кәрімде осы бізді білімге жетелейтін, ойланатынына шақыратын тағы бір аят бар.
мысалы саусақтың іздері бар, қазір. Сол жайында Алла субханала тағала Құран кәрімде бүйтіп айтады: аяхсабул инсану аллан нажма изама бала қадирина аля ан нусауия банана. Адам баласы не ойлай ма, біз оның сүйегін қайтып қалпына келтіре алмаймыз ба деп, яғни қиямет күні тірілте алмаймыз ба деп ойлай ма? Бала қадирина аля ан нусауия банана. Біз керек болса саусағының ұшына дейін қайта жасай аламыз дейді да. Саусағының ұшына дейін қайта жасай аламыз дейді. Енді Алла Тағала негізі бұл жерде бауырға дейін, жүрекке дейін басқа нәрсені айтпаған дейді. Неге саусақтың ұшына дейін айтып жатыр? Өйткені саусақтың ұшы, адамдардың іздері қайталанбас. Әрбір адамның өзі жеке бір ізі бар. Басқа да адамда ондай жоқ. Соған бір нұсқап тұрғандай. Яғни біз сіздердің бәрін жарата аламыз, және әрбіріне өзіне жеке тиесілі болған іздерін де тура сол қалпына келтіре аламыз дегендей Алла Тағала бізге айтып жатыр. Демек, бұл жерде Алла Тағала бізге әрбір адамның саусағында бейне бір іздері басқаша екенін нұсқап жатыр. Тіпті жалпы осы нәрсені анықтайтын ғылым 1877 жылы пайда болған екен жалпы. 1877 жылы. Ал енді Құран кәрімде осы саусақтың іздері жайында, маңыздылығы жайында 7 ғасырға түсірілгенде айтылып жатыр. Және тура солай Алла субханаху ва тағала құстарға да бізге айтады ғой: қараңдар, ойлаңдар, алам ярау иля тойр мусаххарат фи жауи сама ма юмсикухунна иллаллах инна фи залика лааяту лиқауми юъминун. Олар аспан кеңістігінде Алланың әміріне орнатқан заңдылықтарына толық бағынған күйде самғап ұшқан құстарға зер салып қарамай ма? Оларды сол кеңістікте Алладан басқа ешкім құлатпай ұстап тұрған жоқ. Әлбетте осының өзінде иман келтірген қауым үшін көптеген белгілер, дәлелдер бар дейді Нахл сүресінің 79 аятында. Яғни құстардың салмақтары әртүрлі болады. 20 граммнан басталып калибри деген сияқты құстар. Немесе тіпті үлкен қыран сияқты, бүркіт сияқты құстар бар, олар керек болса түлкі сияқты хайуандарды өлтіруге шамасы жетеді. Міне сол құстардың өздері барлығы аспанда еркін самғап ұшып жатады. Бұның барлығы адамдар ойланатын бір ғибрат емес па дейді Алла Тағала. Шынымен де қарайтын болсақ, біз де қазір мақтанамыз ғой, біз ұшақ жараттық, ұшақ жасап шықтық, адам баласы технология ойлап таптық. Бірақ біз бәрін ойлап тапқан кезде өзіміз ойлап таптық па, немесе бір нәрсеге салыстырып қарадық па? Дұрыс па? Енді біз ұшақ деген нәрсе өзі құстарға қарап шықпады ма адамға? Құс болмаса адам баласы ұшу деген нәрсені қайдан білуші еді? Демек, біз соларға қарап, адамдардың ойы дамып, сөйтіп соларға қарап ұшақты жасап шықты. Тура солай көп нәрсенің барлығын, егер біз қарайтын болсақ, түбінде Алла Тағаланың жаратылысына қарап біз шығарып жатырмыз, соған салыстырып. Демек, бұның барлығы бізге негізі Алла Тағала көрсетіп жатыр. Міне осы құстардың кереметінде. Жалпы осы ұшу мәселесін кім бірінші ойлап тапты деген түрлі сөздер бар. Мысалы, көбінесе белгілі болған райттар деген кісілер жасады деп, ағайындылар жасады деп айтып жатады. Бірақ негізінде Кордобада мұсылман Ибн Фирнас деген 852 жылы осы құстың қанатына ұқсас нәрселер жасап, кәдімгідей ұшуды тәжірибені өткізген. Мешіттің мұнарасына мініп, ұшуды кәдімгі көрген адам. Яғни сол кісіге бірінші жалпы жатқызылады. Яғни ол бірнеше адам жалпы ұшуды көрген. Мұсылмандарда әрине білім дамыған соң, ол уақытта да осындай нәрселерге тәжірибе өткізді. Яғни жалпы айтатын болсақ, бұл білім, ғылым, технология ол бір халықтың ғана бір мүлкі емес. Ол кезінде басқа бір халық дамытқан, кезінде гректер дамытты оны, одан кейін мұсылмандар дамытты, одан кейін Еуропа елдері дамытты деген сияқты. Ол бір уақытта пайда болған жоқ қой. Ол кезең-кезең ғасырлар бойы келе жатқан нәрселер олар. Сондықтан да кәдімгі бір халық, бір дін өзіне алуға ондай хақысы жоқ. Бұл барлық адам баласының ортақ мұрасы. Біреу бір үлес қосты, басқасы бір басқа үлес қосты. Сондықтан да осындай бір сөздерге алданбау керек. Дін деген адамды ғылымнан кедергі жасайды екен, адам артта қалып қояды екен, оған еш байланысы жоқ. Қайта бізді дін не істеп жатыр? Білім ал деп жатыр. Ол ғалымдар, пайғамбарлардың мұрагері деп айтып жатыр хадисте. Білім алған адам пейішке баратын жер жеңіл болады дейді. Білім алатын адамның тіпті барлық жаратылыстар оған дұға тілекші болады. Періштелер қанаттарын төсейді дейді білім алатын адамға. Сол үшін ол білім, дін екеуі ешқандай бір-біріне қарсы келмейтін нәрсе. Енді сөздің соңында Алла субханала тағаланың осындай кейбір аяттарын айтып аяқтамыз келіп жатыр. Алла субханала тағала айтады Нахл сүресінің 89 аятында:
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Біз саған әр нәрсені баяндайтын және мұсылмандар үшін тура жол, мейірім және сүйінші ретінде Құранды түсірдік дейді. Құранды түсірдік. Яғни бүкіл нәрсенің негізі бар дейді. Және де Алла субханала тағала айтып жатыр: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Егер сіздер біз құлымызға түсірген Құранға күмән келтірсеңіздер, сол сияқты бір сүре ойлап табыңдар дейді Алла субханала тағала. Және ең сонда айтады, сіздер олардың шамаларың келмейді де, оны істей алмайсыңдар ма деп Алла субханала тағала бізге айтып жатыр. Яғни Алла субханала тағала осы Құранның керемет екенін, ол қияметке дейін қалатын адамға бағдар шам екенін айтып жатыр. Және ол Алла тағаланың құдіреті күштінің сөзі. Сол үшін адам баласы біз барлығымыз Құранды көбірек оқуға, ойлануға, зер салып тыңдауға көңіл бөлуіміз қажет. Вальхамдулиллахи раббил алямин. Раббана зидна илман нафиа ва ризқан тойиба ва амал мутақаббала. Я Алла Тағала, дұға тілектерімізді қабыл ет. Елімізге, жұртымызға, барша мұсылман халықтарына береке бер, бірлік бер, күш-қуат бер. Я Алла Тағала, осы оқиын деп жатқан жұма намазымыз қабыл болуға, я Алла Тағала, жүрегіміз ықыласты болуға бізге нәсіп ет, я архамар рахим. Я Алла Тағала, бала-шағамызға, отбасымызға береке бер. Аллахумма салли ва салли ala Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahu akbar.